Бауыржан Момышұлы «Ұшқан ұя» шығармасының жалғасы. Көктемде біздің үй Кузьма Гончаров деген орыс мұжығымен ортақтасатын. Ол жирен сақал, қызғылт қабақ, бет-аузын әжім басқан жұқалтаң шал еді. Өзінің бала-шағасы көп. Үлкен ұлын Сәшке, одан кейінгісін Никодий, үшіншісін Тишко, төртіншісін Кирилля және менің құрдасымды Бусел деп отырушы едік. Кемпірін Мәтке, екі келінін Сәнке мен Мәнке дейтінбіз. Қазақтар кісінің мінез құлқына, жүріс-тұрысына, сөзімен өзіне қарай ат қойғыш халық қой. Қызыл Жагор, Григорийді Жүгөрі, Дмитрийді Митрей, Луканы Илуке, Темірші Иван, Тілмәш Антон болып атала беретін. Кузьмамен ортақтасудың өз шарты болатын. Жер біздікі, тұқымдық дән ортақ, ал көлік күші олардан. Біз жақтан көктемді егіс кезінде және жиын терін уақытында көкем жүреді. Дәм тұзымыз бірігіп, айран сүтке бар болса таршылық жасамаушы едік. Гончаровтар көктемде тайлы тұяғымен түгел көшіп келетін. Екі арбаға жүгін, темір соқа, тырмасын арта жүреді. Әкем мен Кузьма шал қатар жүріп жерді өлшейді де көп алаңдамай илеуге кіріседі. Көкем соқа ұстап, атқа қамыт кигізуді үйренген соң құлшынып жер жыртады. Екі соқа тізбектесіп қара жердің қыртысын толқындай тіліп бара жатады. Құйқалы қыртыс дөңбекшіп барып жалданып қалғанда мен соқа соңынан қызықтап жүгірушем. Парлап жеткен 4 жирен ат соқаны қиналмай сүйрейтін. Біз Василий екеуміз атқа мініп тырма бастырамыз. Гончаровтың кемпірі әртүрлі жапырақтан тәтті көже жасайтын. Бәріміз соған таңырқаушы едік. Гончаровтың үй іші үрім бұтағы жайлы кейінірек айтармын. Әзірше өзге жайға тоқтала тұрайын. Қыстың бір сарынды қысқа күні мен созылған шұбалаң түндері таусылып көктем келді. Наурыз айы ерекше бір көрікпен, ерекше сәнімен, бар мейірбан мінезбен өлкемізді жайната берді. Шуақты күн молайып, шұғылалы сәттер елді қызықтырған кез. Жер бетіне тебіндеп шыққан шөп төңірекке жасыл кілемін жая бастады. Ағаштар бүршік атып, жапырағын жаймақ. Атам еккен жеміс ағаштарының да бұтақтары бадана бүршікке кенеліп тұр. Төңіректің бәрі бусанып, баяу балқып жатқандай. Тек Алатаудың мұз бүркеген шыңдары міз бақпай ызғар шашады. Аспанда тырна тізбегі көрініп, айналадан құс дауысы естілген болды. Мал төлдеп, рахаты мол мазасыз сәттер көбейді. Бір күні қасқа сиыр бошалап, көкем бұзауын тартып алды. Үлбіреген танауына еппен үрледі де төселген сабанға жатқызды. Ұрпақ деген қандай тәтті еді шіркін. Әлгінде қиналып жатқан сиыр орнынан тұрып, керемет қызғанышпен өз төліне төнді. Маңына жан адамды жолатар түрі жоқ. Жақындаған кісіні мүйізімен жасқап қойып, шаранасын жалай бастады. Бұжыр тілі бұзаудың тықыр жүнін жалаған сайын төлдің үсті кеуіп әлдене беретін сияқты. Енді ол мөлдір тамшыдай таза жұмсақ тұяқтарымен жер тартып ұмтыла бастады. Осынау тірлікке келген соң, жұмыр жерді нық басқысы келгендей денесін әрең көтереді. Сидиған әлсіз аяқтары қалтырап, ұзақ тұра алмай қайтадан бүгіліп кетеді. Бұзау сабанға сауыры тиіп жатып қалады. Енесі болса, тұмсығымен сүйемелдеп бауырына икемдейді. Бұзау да алғашқы шарасыздыққа көнгісі келмей, ұмтыла береді. Ақыры алғашқы қадамын да жасады. Енді ол тұмсығын әзер көтеріп, енесінің бауырына бара бастады. Уыз сүтке жетуге ұмтылады. Алайда, ебедейсіз үлкен басын көтере алмай, қайта сүрінеді. Тағы да ентелей тұрып емшек іздейді. Осы сәтте көкем жақындады да, ала көзденіп қызғаныштан шатынап тұрған сиырды айқайымен жасқап бұзауын теледі. Ана мен баланың табысқан сәтінен тәтті нәрсе жоқ екен ғой. Әлгінде ғана бізге мүйізін қадап қызғаныштан тыным таппай тыпыршыған қасқа сиыр бұзаудың ерні желінге тиісімен бір түрлі рахатқа бөленіп көзін жұмып тұр.
тұра берді. Оқтын-оқтын мейіріммен мекіренген үнінен біз мал екеш малдың да қуанышын шын сезінгендей едік. Бір қарасақ, қойнына қоңыр қозыны қысқан күйі жалаңаяқ жалаңбас зыр жүгіріп Әлиман келеді екен. Мәз-мәйрам боп күліп келеді. Соңынан жан ұшыра маңырап қара саулық қалар емес. Төліне ұмтылып Әлиманның төңірегін шыр айналады. Сонау беткейде әлі қыстық жүні түле қоймаған жабағылар тасыраңдай ойнақтап көктем қызығына өз үлесін қосып жүр. Күні кеше еңсені басқан қыстың ауыр күндерінен белгі қалмағандай, бүкіл дүние ерекше шаттыққа еніп кеткен сияқты. Жұрт көктемді егіске қамдана бастады. Көкем балта балғасы қолынан түспей, соқа саймандарын жөндеумен жүр. Әр үйдің алдында үлкен қара қазан асылып, наурыз көженің иісі шығады. Ырыс алды, кеңшілік басы, молшылық жолы осы наурыз көжеден басталатындай. Бұл күні еш әйел қазанына таршылық жасаған емес. Қайда барсаң да қатығы мол бидай көжеге қарық боласың. Ел жаңа жылың, жаңа жарқын кезеңін осылайша ашық пейіл, ақ жарқын көңілмен қарсы алады екен ғой. Онсыз да қонақ жай халқымыз әсіресе наурыз күні қабақ шытқан емес. Қай үйге болсын, қаймықпай кіріп, қалаулы қонағындай төрінен орын аласың. Ел топ-тобымен қыдырыстап, дастархан үстінде ортақ тілектерін тоғыстырады. Аман-есен наурызға жеткеніне шүкір Алла. Көрер күніміз естер жырымыз бар екен де, келесі наурызға да төрт көзіміз түгел жетейік десетін олар. Келген қонақтар наурыз көжені салт бойынша түгелдей тауысып шығуы керек. Кейбір әзілқой әйелдер осындай құрбы құрдастарын аспен жазалауға тырысатын. Топ ішінде өзінің қалжыңдасып жүрген адамы болса, оған наурыз көжені үлкен шараға құйып әкеледі. Әрі салттан аса алмай, әрі санадағы діни сенімінен қаша алмай, әлгі құрдасы азаптанып отырып, шарадағы көжені әрең тауысар еді. Өзгелері күлкіге қарық болатын. Оның үстіне дастархан иесі құрбысына тілек айтқан боп әзілдейді. Іше ғой көкжалым, іше ғой, тілегімнің зор екенін көрдің ғой. Өзгелерден артық деп, жөнің бөлек деп, сыбағаңды асырып отырмын. Бақтың алдыңдағы шарадағы дәннің санынан да артық болсын, деп күледі. Әлгі жігіт аз демалып қасыққа қайта ұмтылады. Ниетіңе рахмет айналайыным, бұл жақсылығыңды ұмытпаспын деп булыға міңгірлейді. Қасындағы кісілер онан сайын күлкіге мәз. Тезірек алсаңшы, суып қалады ғой, бағың суымасын десең, наурыз көжені ыстықтай ішер болар, деп қоймайды әйел. Жігіт көжені үнсіз ұрттай береді. Ол осылайша көжемен арпалысып отырғанда, өзгелері күлкілі әңгіме айтып, қызықты шежірені қозғап, ән салатын. Салтанат алды басталғанын сезіп, бала-шаға шексіз қуанушы едік. Жазғы тұры қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі, жан-жануар адамзат анталаса, ата-анадай ел жүрер күннің көзі. Жаздың көркі енеді жылқысымен, жайраңдасып жас күлер құрбысымен, көрден жаңа тұрғандай кемпірмен шал, жалбаңдасар өзінің тұрғысымен. Түйе боздап, қой қоздап, қорада шу, көбелекпен құстар да сайда дуду, гүлмен ағаш майысып қарағанда, сыбдыр қағып бұлаңдап ағады су. Көл жағалап, мамырлап, қуменен қаз, жұмыртқа іздеп жүгіріп балалар мәз, ұшқыр атпен зырлатып тастағанда, жарқ-жұрқ етіп ілінер көк дауылпаз. Құз қатарлап байлаған қанжығаға, қыз бұраңдап жабысып қылады наз. Шіркін, Абай көктем көркін, жаз алдының жарқын сәттерін сенен әрлі, сенен нәрлетіп жырлай алған ақын бар ма екен сірә. Әкем көңілді кезінде бізге Абай жайлы айтушы еді. Балаларым, сонау Жеті өзеннің ар жағында, бізден алыс ауылда Тобықты руынан шыққан Абай деген кісі тұрады. Бүкіл елдің арын қорғаған ақылды азамат. Оған қоса асқан ақын.
Оның өлеңін ел біткен жаттап, әнін бүкіл дала шырқайды екен дейтін. Сөйтсем, ұлы Абайды өлді деуге қимайтын халқымыз өмір бойы өз орталарынан оған орын сайлап сөйлейді екен ғой. Көктемнің сонау бір қиын жылдары ат айдаушы болып істеген бекеті Фрунзе Ташкент жолының бойында еді. Жұрт оны қара жол деп атайтын. Өйткені ауыл сыртындағы қыратты қуалап жатқан жолға алыстан көз тастасаң, шексіз қара жолаққа ұқсайтын. Мұның өзі егіндік жер мен шабындықтың шекарасы сияқты еді. Алатау жағына ел малын шығаратында еңіс жерге егін егетін. Алатаудың әр қырқасы текшеленіп, көктемі де кезектесіп шығатын сияқты. Содан ба ел қырқа қуып көшіп отыратын. Жеріміздің осындай құбылмалы мінезін Тоқмырза әзілге қосып отыратын. Алла тағала жерді жаратқанда біздің аймақты ұмытып кеткен екен. Таңертең шаршап тұрса, бір аймақ үңірейіп бос қалыпты. Ашуланған Тәңірі Гималайдың мұзды шыңын сындырып лақтыра салса, Алатауы орнапты. Сөйтіп жан жағына қарағанша, әлгі мұз еріп сәлденіп барады екен. Мұны көрген жаратушы түстік таулардың біріне бөлшегін жұлып алып, сарқырап аға бастаған мың бұлақтың алдына тастай салыпты. Сөйтіп, мына Қаратау орнаған дейді. Ал үлкен бөгетке ұшыраған су жинала ақыры тікелей арна сала алмай теріс ағыпты. Теріс өзені солай пайда болса керек. Осылайша жеріміздің әр тұстағы әр түрлі болып шыға келген екен. Бір жері жемісті, бір жері егісті, бір жері ақсақ, бір жері тастақ, бір жері шыңды, бір жері құмды болатыны да содан деседі. Адамдары да алуан, аңы да мол, жанға керектің бәрі бар деп күлетін еді Тоқмырза ақсақал. Бір болыс елдің ортасындағы Жапандағы жалғыз кірпіш үй бекет станциясы. Қызыл кірпішті үй алыстан мен мұндалап, оқшау дараланып, үлкен жиындар сол жерге шақырылушы еді. Ауыл адамдары әр тұстан аңыздап кеп, аймақтағы осынау тұрғы түзу үйге көп бас қосатын. Аттылы жаяулы келіп жатқаны, жүздеген ат бас түйістіріп байлаулы тұрады мұндайда. Бүгінде ел осылай бет алды. Бұл бас қосу Садық Аблановтың келу құрметіне арналған еді. Садық бұл жолы 1 май күні келді. Аблановтар 3 ағайынды болатын. Үлкені Ізбасар жұртқа жұғымы жоқ жүгенсіз даңғой дарақы біреу еді. Уездегі орнына ісіп кеуіп өзінен өзі тасып жүретін. Бір өзі бүтін дүниені тіреп тұрғандай екі иіннен дем алып екіленіп кететін. Алдына келгенін ала көзмен атып, қоқиланып бітушеді. Жұрт осысын жек көріп жұлса қоймайтын. Ел ішіне сыйы да шамалы кісі еді. Сонысынан тапты ма, әйтеуір қызметінде көп тұра алмапты. Мұны естіген жұрт аяудың орнына өз сазайын тартқан екен дейтін. Ал Садық Аблановты ауыл адамдары ізетпен қарсы алып, ілтипат көрсететін. Адал, ақпейіл, турашыл, жұрт қамын ойлайтын естияр жігіт деп мақтаушы еді оны. Ізбасардан жұрт қорқатын, бірақ сыйламайтын. Садықты іш тартып құрметтейтін. Ағайын екеуіне деген ара қатынасы ел ерекше жіктеп айтушы еді. Ізбасар Абланов, Садық Абланов деп арнайы аттарымен ажырататын. Ізбасар елге даурығып, әбігер салып келетін. Жиналысқа да ол өзінің арнаулы адамдарынан басқаны қатыстырмайтын. Қатысқандардың кейбір жақпағандарын аузына келгенін айтып, балағаттап, ел көзінше абыройын төгіп, қарсылық білгендерді қара тізімге жазып, Сібірге айдатам деп, сары суын сыртына шығарады екен. Ауылға қабағы түсіп, қажырап қайтатын ондайлар. Ізбасар кетісімен әркім оның ожар қимылын, орынсыз дөрекілігін салып, ашық күлкіге айналдыратын. Ізбасар әскери коммунизм кезеңінің томырық, топас, солақай, ұрдажық көкірек қақпай жүрген кездерінің жиынтық бейнесіндей халық аузында қалып қойып еді. Садық өткізген жиын керісінше салтанатқа ұқсайтын. Адамдар көп жиналатын. Ақыл кеңес күткендей ынтыға түсетін.
Онымен кездесу үшін, дидарласып сөзін тыңдау үшін ақсақалдар тұрмақ, бала шағаның өзі, тіптен қатын қалаштар да асығатын. Жұрт Садықты абыройлы етіп, ел алдында ажарлы көрсететін, оның қарапайымдылығы мен іш тартымдылығы десетін. Жаймашуақ жадыраған күн еді. Бұдан бұрын бекетке Садықтың келетіні хабарланған болатын. Ол тыңдаймын деген кісілерін келсін, бас қосып әңгімелесейік депті. Ақсақалдармен, ағайын туғандармен, қарындастармен бас қосып, сыр шертісу үлкен ғанибет қой депті. Әкем мен ағайым мені де бірге ертпек болды. Мен апыл-ғұпыл киініп, ағамның артына мінгестім. Жол бойы біз бір топ салт аттыларды қуып жеттік. Олардың ортасында ауыздықпен алысқан Көкшолағының тізгінін тарта Аққұл ақсақал да келеді екен. Көкшолақ сәйгүліктің ішіндегі мақтаулыс еді. Ал Аққұл атам болса кәнігі саяткер, шабандоз. Аққұл әдеттегі әуенмен Байсал ғана амандасты. Саумысың, момыш? Аманбысың, Аққұл? Садықты тыңдауға барасың ба? Иә, Аққұл. Ағамның атына мінгескен мені байқаған Аққұл таңырқай үн қатты. Уә жігітім, саған жол болсын. Әбіржіп қалғанымды байқаған ағайым ер үстінде бір қомданып алып, мен үшін жауап берді. Садық ағасын тыңдауға барамыз, аға. Иә, деді шал даусын созып. Жақсы лебіз тыңдасаң, жарым ырыс деген ғой. Сен де тыңда, балам, сен де тыңда, деді. Осы кезде жолаушылардың арасында бір жас жігіт аты арықтан қарғи бергенде ер үстінен қопаң етіп ауытқып барып түзелді. Мұны байқап қалған Аққұл ашумен дүрсе қоя беріп еді, көлік қадірін білмейтін немекенсің ғой. Аттаясаңшы, бұл сенің тербетілер желбесігің емес. Ат ырғағыңда кісі шалқайып отырам екен. Ырғығанда. Мұндайда сен сияқты қопалдардың салмағынан аттың бел омыртқасы үзіліп кетсе қайтерең? Абайламай қалған ғой, Аққұл-ау, деді әкем әлгі жігітке ара түсіп. Қой ондайыңды, момыш. Құдай үшін қоя тұрш. Ат мінген адам өзі түгіл көлігіне де көлденең кесір жолатпауы тиіс, деді Аққұл. Әлгі жігітке тағы бір ашулы қабақпен қарап, ендігі сөзін соған арнағандай болды. Бүгінгі жастар не боп барады осы, момыш? Қапшық сияқты бірдеме әйтеуір. Ат үстінен ауып қаларда ебедейсіз боп барады ғой. Бейшараттар сондай құмға толған ауыр қапшық сияқтыларды арқалап қор болды-ау. Осылайша Аққұл ақсақал бекетке жеткенше ешкімге сөз бермей, атқа мығым отырудың әдіс тәсілдерін айтумен болды. Барлығы да оны ат үстінде үйіп тыңдап келеді. Астындағы жүйріктерін бірыңғай бүлкілге салып, ақсақалдан енді қайтып кекесін естпейін деп жіті отыр. Мен үйден шығысымен ақ көңілсіз күйге түсіп едім. Ағайым өзіме жеке ат іріктеуге рұқсат етпеді. Енді міне, ат құйымшағында отырып, оны қақпақтай жауырына ызалана қарап келем. Алайда Аққұл атамның әлгі сөзі аздап жуастыққандай болды мені. Біз бекетке де келіп қалдық. Станса маңын топ-топ етіп айқастыра қойған аттар жайлап алыпты. Жұрт төбешікке жиналып, шекпендерінің етегін төсей беріп, жамбастап жайғасып жатыр. Ел мол жиналыпты. Ақсақалды қарттар, егде кісілер, жігіттер мен бозбалалар да жүр. Бір шетте жақын ауылдан келген әйелдер тобы көрінеді. Бәрі де тағатсыз күйге түсіп, станса жаққа қарайлай береді. Әне келе жатыр деп күбірлесе бастады жиналғандар. Қасында пошта бастығы мен болыстық басқарманың бір топ жігіті бар. Орта бойлы, сұр шекпеннің өңірі ашық күйде жалаңбас бір кісі келеді екен. Бәріміз бар ықыласымызбен тесіле қарап қалыппыз. Ол қасындағылардың біреуімен сөйлесіп, байсал басып келе жатыр. Жұқа өңі қаны қашып, сартаптау болған, маңдайы кереғар секс екен. Қабағы аздап домбыққан, жанары жабырқау, сиректеу жібек мұртты кісі топ ортасына келіп те қалды. Ол төбешікке шыққан соң төрдегі ақсақалдардың қолын жағалай алып шықты. Қалған топпен қолын кеудесіне қойып, бас иіп, ізетпен сәлемдесті. Армысыздар, ардақты қауым, деді ол аздаған қарлыққан дауыспен. Аман есенсіздер ме, қадірменді қариялар, дендеріңіз сау ма? Туған туыстарыңыз, мал жандарыңыз аман ба? Ол осылайша алдымен ақсақалдарға амандасты. Рахмет, қарағым Садық,
өзіңде аман есенбісің? Денің сау ма, Садықжан? Балаларың өсіп жатыр ма, қарағым? Деп шалдар шетінен саулық сұрасып жатыр. Рахмет, деді Садық ақ тістерін көрсете жымиып. Әзірше аман есенбіз, аха. Көкшолағыңыз бабында ма? Деп енді ол Аққұлға бұрылды. Ол Аққұлды бұрыннан біледі екен. Сенің лаумыңгіш милицияларыңнан қайда жасырарыңды білмей жүрмін ғой, деп шымши сөйледі Аққұл. Жұрт ду күліп жатыр. Садық Апланов елжірей күлгендей болды. Сіздің көкшолағыңызға ешкім тимейтін болсын, аха. Мен солай деп айтты деңіз. Ол байсалды жауап берді. Мың жаса, шырағым Садық. Әйтпесе баптап мінуді білместен жатқан бір орыс арбасымен біздің аттарымыздың соры болды. Кейбір милицияларың өрт шыққандай шапқылап аттардың сілікпесін шығарушы еді. Садық өз шешімін айтпады ма? Деп Аққұлдың сөзін әкем бөліп жіберді. Енді өзін тыңдайық. Аққұл әкеме ала көзімен қарап еріксіз жым болды. Садық Аққұлдан кешірім сұрағандай сәл иілді де төбенің басына көтерілді. Айналасын жайлап шолып алды да еркін көсіліп сөйлей жөнелді. Қадірлі ақсақалдар, сіздерден рұқсат болса бір-екі ауыз сөз бастайын, деді ол қарттарға қарай. Айта бер, Садық, айта бер, деді қарттар бір дауыспен. Қадірменді қарттар, менің құрбы-құрдастарым, жас жігіттер, сендер де, бозбалалар, сендер де, құрметті әйелдер, сіздер де, деді ол баршаға сөз арнап. Бүгін бізде көктем күні, жер бетіне қуаныш нұрын төккен күн. Бұл көктем кімді қуантпайды, кімді тебірентпейді. Шуақты күн жерімізге нұрын төгіп, бойымызды жадыратады. Дәл осындай табиғат түрленіп құлпыра бастайтын көктемнің күнінде бұдан 35 жыл бұрын жұмысшылар мен жер бетінің еңбеккерлері бұл күнді еңбектің, бостандықтың, достық пен туысқандықтың мерекесі деп әлемге әйгіледі. Әңгімесін осылай бастаған Садық 1 май мерекесінің мәні мен мақсатын, оның шаттығы мен шалқыған шабытын, еліміздегі жағдай мен жер бетіндегі басқа елдер халқының май мейрамын қалай қарсы алатынын қарапайым қазақтың жалпақ тілімен жиналғандарға баяндап берді. Ұлы көсемнің ұлылығын, Ленинді неліктен данышпан дейтінімізді де ұғындырды. Жиналғандардың жүрегіне ұялата білді. Халықтар достығы мен туысқандығы жайлы тебірене толғап, революцияның қазақ даласына әкелген шарапаты мен шапағатын айтты. Жұрт сілтідей тынып, үнсіз бас шұлғып қалыпты. Садық олардың бәрін жылы лебізбен үйітіп тербете түсетін сияқты. Бақытты деп ерікті адамды ғана айтамыз. Біздің бар халқымызға большевиктердің тілейтіні осы бақыт, осы еркіндік, деді ол сөз соңында. Ол сөзін аяқтағанда үйіп отырған жұрт дұрыс үлгінгендей лезде гулеп кетті. Дұрыс айтасың, Садықжан. Мерекеге мерейлі мезгілді таңдаған екен. Ақылды шешім. Садық жұртты тағы бір шолып өтті. Мен сіздерге үлкен жұмыспен келіп едім. Оны кейін айтармын. Ал бүгін 1 майды мейрамдайық. Көкпар тартамыз, деп дауыстап қалды Аққұл. Көкпар, көкпар, деп даурықты жастар жағы. Садық жадырай күлді де қолын сермеді. Не дер екен дегенде ел жым болды. Көкпар десеңіздер қалауларыңыз болсын, деп кесіп айтты Садық. Қайтадан жадырап күлді. Көкпар деген жалғыз сөз төбішін кезіп, әркімді елеңдетіп бітіп еді. Садықтың алдына жұрттың бәрі әдеп сақтап жүр. Тіптен кейбір содырлау милиционерлерінің өздері де қыңыр сөзге қылыштай өткір ат өнерінің ерен жүйрігі Аққұлдың өзі де бір сүйем шөкіп кеткендей өздерін шектен шығармай әдеп сақтап жүр. Көкпарға жиналғандар қара-құрым боп қаптап жүр. Ел мұны мереке құрметіне май көкпары деп атап еді. Қой бастаған серкедей Аққұл елден ерекше көрінеді. Оның осынау тұлғасы мен тұрқы ойынды дәстүр шеңберінен шығармауға мойындататын еді. Дүркіреген ат шоғыры құйынша құйғытып тақтайдай тегіс жердің бұйра шаңын көтеріп көкпарды ортаға ала жөнелді. Аққұлдан басқа қарттар Садықты қоршап, әрі көрермен, әрі төреші болғандай тамашалап тұр. Олардың ортасында менің әкем де бар. Біздер, большевиктер, әркімнің көңілі шат, өмірі дархан, қуанышты болуын қалаймыз. Жер бетінде жаман халық жоқ, сол халықтың кейбір жаман адамдары болуы мүмкін. Бірақ ондайлар ұлы теңіздің ұсақ тамшысындай ақ. Халық деген қадірмен қауым, әлеуметті қауым,
әулие қауым. Біздің әрқайсымыз өлімнен қашып құтыла алмаймыз, ал халық мәңгі жасамақ. Біздер большевиктер, біз жасамбас халықтың даналығына сенеміз. Жастығымда еңбек бер, қартайғанда дәулет бер деген сөз бар. Сол айтқандай жастарымыз еңбек пен тұрмыста жандары өссін. Ал қарттарымыз ақ сақалды, сары тісті жасқа толып, дәулет рахатын көрсін. Әркім өз еңбегінің, өз ісінің жемісін көріп, әркім аты мен абыройына лайық өз жас ұрпақты тәрбиелеп өсірсе дейміз. Өз қауымының, өз ауылының, өз елінің, өз жерінің мақтаны болатын жеткіншектер тәрбиелесеңіздер екен дейміз. Біз ұл қыздарымызбен немерелеріміз өздерінің әкелері мен бабаларына әлеуетті ісіне, олардың күресі мен табысына салып берген жолына мақтанса, соларға еліктеп өссе дейміз. Ал ата-аналарымыз сондай салауат иесі боп өсіп келе жатқан ұл қыздарына сүйсінсе дейміз. Өздерінің жақсы ісін, жарқын дәстүрін, саналы салтын ту етіп ұстап, түзу жолмен келе жатқан мұрагерлеріне мақтанса дейміз. Біздің ұрпақ адамзаттың ізгілігі мен инабаттылығын, олардың әділдігін бағалай беретін байыпты азамат болса дейміз. Сондықтан да біз достық пен теңдіктің, туысқандықтың туын көтереміз. Адамзаттың адал еңбегін бағалай білейік. Біздің жауларымыз осындай адал ниетімізді көре алмай, өсе көрбітіп, қиянат қылышын жалаңдатады. Біздерге адамның бақытына балта шабушы деп жала жабады. Өкінішке орай, біздің арамызда да осындай өсекке елігіп, жалаға алданып, жау қиянатына бас шұлғитын санасы жетпегендер кездеседі. Ондайлар түзу жолдың көшіне, Ленин салған тура жолдың даңғылына, оның жолаушыларына оралғы, кедергі болады. Қисық арба қыңыр тартады дегендей, тең басқан аяғымызға байлау болады. Біз осыдан сақтанып, ондай адасқандарды ақиқат алаңына апаруға көмектесейік. Жоқ, біз әр халықтың игі салты, жақсы дәстүрі, ел мақтаны болатын елеулі ғұрпы гүлдене берсін дейміз. Садық бұл әңгімелерді көкпарға көз алмай қызыға қарап тұрып, қарттарға жай ғана айтып беріп еді. Енді мен әкемнің атына мінгескен болатынмын. Өйткені ағайым көкпар десе арқасы қозып жұлқынып шыға келетін. Бұл жолы да түрленіп желігіп алды. Ауылдан шығардағы өкпем әлі тарқар емес. Жеке ат мінбей, біреудің желкесіне үңіліп отырғаным жаныма батады. Дегенмен қарттармен бірге Садық тобында болып, олардың әңгімесін естігеніме қуанып отырмын. Кенет тас түйіндей шоғырланған көкпаршылар додасын бұзып өтіп, біреу суырылып шыға берді. Кім екенін аңғарып үлгергенше, әлгі шабандоз көрермен топ алдына құйындата келіп қалып еді. Аққұл атам көкпарды Садықтың алдына лақтырып тастады. «Мә, Садық, саған салғаным» деді де лақты Садықтың алдына тастап, көк шолағын кенет бұрып, ойқастата шауып, қайта оралып келіп, тізгінді ірке қалғанда, әлі қызу екпінін баса алмаған көкшолақ серіппеше шиыршық атып, танауы делдейіп, бір орында тағат таппай аспанға ұшыды. Аққұлды өкшелеп қуған шабандоздар тобы көкпар Аплановтың алдына тасталғанда, тұмсықты жартасқа соғылған толқындай қақ жарылып, екіге бөлінді. Мен өзімнің жастығыма өкініп, осынау құрыш білек жігіттерге қызғана көз тастаймын. Солардай болып, осылармен бірге додада ат белін талдырып жүрсем деп ойлаймын. «Аха, сіз көкпардың көріксіз ғой», деді Садық Аққұл атама бұрылып. «Мен сіздің өнеріңіздің ел аузында аңызға айналып, өзіңіздің жасқа жеңдіріп, қатардан қалып қойғаныңызды қаламас едім. Мен әзірше қарттыққа бой беретін жайым жоқ. Асықтырма, шырағым Садық», деді Аққұл өкпелегендей үнмен. «Жоқ, мені шеттетуге асықпа. Қазақтың салты бойынша көкпарды шабандоз қызы бар үйге салады. Сол үйдің қызы кестелі орамал алып шығып беруші еді. Сіз аха жігітті үйге салып отырсыз. Кестелі орамалдың орнына мынаны бүгінгі ұлы мейрамның туындай көріңіз деп, қойын қалтасынан қызыл жалауша ұсынды. Мынау сізге, ең шабандоз жігітке, 1 май бәйгесі болсын». Аққұлдың жүзі құбылып толқып кетті білем. Ат тізгінін тарта,
Аққұл ер үстінен бір қарыс көтеріліп ізет көрсетті де, әлгі сыйлықты Садықтың қолынан алды. Көкшолақ иесінің алған сыйына қол соққандай аяғымен жер тарпып тұр. Ал енді бізбен бірге болыңыз, деп өтінді Садық. Ендігі көкпар қызығын жастар тамашалай берсін. Аққұл Садықтың қасына келіп тұрды. Көкпар аяқталғанша осы топта болды. Көкпар ымырт жабылғанша созылды. Садық құйынша құйылжыта шабандоз жігіттердің қимылынан көз айырар емес. Оның бар ынта ықыласы осы көкпарға ауып, өзге дүниені ұмытқан сияқты. Алайда төңірегіндегі кісілердің сұрақтарына сабырлы жауап беріп, ойлы пікірлер айтқанына қарағанда, ол ел қамын ұмытпай, ауыл ақсақалдарының да көңілін жықпасам деп толқып тұрған сияқты. «Мөмеке», деді ол менің әкеме, «қонақасы беруге қалайсыз?» «Үлеспеген еншіміз Садықжан. Сендей шақырса да келмейтін кісілер менің үйіме қонақ болуы мен үшін үлкен абырой», деді әкем. Барлық жұрт біздің жаққа қызғанар көз тастаған сияқты. Мұны көріп мен өзімнің атқа мінгесіп жүргенімді де ұмытып кетіппін. Мен Садықтың біздің үйді таңдағанына мақтанып отырмын. Әкем ағайымды шақырып белгі беріп еді, анау ақ көбік болған атын ойнатып жетіп келді. Термен шаңнан күреңденіп кеткен жиренін ол кілт тоқтатып тұра қалды. «Садық, біздің үйдің қонағы болады», деді әкем ағама қарап. Әкемнің соңғы сөзін естір-естімес ағам атын кілт бұрды да ауылға қарай құйындата жөнелді. Бұл кезде көкпар да біткен еді. «Сіздер де Садықпен бір болып, дәм-тұзбен ортақтасыңыздар», деді әкем жұртқа. «Қойыңыз, Момеке», жұрттың бәрін шақырып, әбігерленіп қайтесіз дей бергенде Садықтың сөзін әкем аяқтатпады. «Құдайға шүкір, Бақтияр әулеті аз емеспіз. Мал-мүлкіміз, қазан-ошағымыз бөлініп көрген емес. Қанша қонақ болса да көтерер шамамыз бар». Шынында да Бақтияр әулеті біраз едік. 70 жаны бар 14 отау болатын. Садық Абланов пен оның жанындағы 20 шақты жолдастарын күтіп алу ешбір қиындыққа түспейтінін мен де сезіп тұрмын. Садық ортада келеді. Екі жағында ентелеген аттылы кісілер қоршап алыпты. Садықтың әр лебізіне құлақ тосып құныға тыңдайды. Күн Құлан тауының тасасына тығылып, айналаны іңір қараңғысы тамашалап алып еді. Мен күні бойы ат соңында мінгесіп жүргендіктен бе, шаршағанымды әрең жеңіп келемін. Ат жайлы жүрістен ауып, шоқыраққа басқанда жауыр болғанымды аңғардым. Осынау тымық кеште ауыл ошақтарынан шыққан түтін қаздай қалқып аспанға өрлеп барады. Қораларға жайылымнан қайтқан малдар да жайғасып үлгерген екен. Алыста үйірін шырайналып, жалын жалбыратып, боз айғыр жүр. Ауыл жақтан тәтті астың иісі келіп, танауды қытықтайды. Балқыған бауырсақ, үлкен қазандағы былқыған ет иісі сияқты. Самауырдың қошқыл түтіні де тік көтеріліп, соның арасынан ұшқындар жылтылдайды. Қонақты қарсы алуға шыққан ауылдың ер кісілері үй сыртында топ-топ болып байсалды тұр. Әйелдер үй арасында жүгіріп, абыржып жүр. Қонақтар жақындай бергенде ауыл адамдары лап қойды. Әр қайсысы ат тізгінін ұстап, қонақтарды қолтығынан сүйеп түсіріп жатыр. Енді бірі аттарды жетектеп кетіп жатыр. Күні бойы ер үстінде отырып, езіліп қалған сандарын жазу үшін кейбіреулер аяқтарын әрең басып, ары-бері жүр. «Қош келіпсің, Садықжан, менің түңілігім осы болады», деп әкем қонақты үйге қарай бастады. «Шаңырағыңыздан шаттық кетпесін, Момеке», деді Садық ақсақалдарға жол беріп тұрып. Алдына 5-6 ақсақалды салып, Садықтың өзі де босағадан аттады. Оның қазақ даласына қалыптасқан ежелгі әдет-ғұрыпты ізетпен сақтағаны жиналған жұртқа ерекше әсер етіп еді. Енді бәрі де оны бауыр тартып, жанына жақын тұтып алды. Қалған қонақтарды да үйде-үйге жайғастырды. Мен де елдің соңын ала өз үйіме жүгіріп кіріп, босағада аңырап тұрып қаппын. Қарасам, үй іші танымастай өзгеріп жайнап кетіпті. Басқа үйге кіргенде танымай да қалдым. Ағайым маған көзін алартып, «Ей, Бауыржан, үлкен үйге бар», деп қақпайлай берді. «Бұл сіздің мұрагеріңіз бе, Момеке?» деді Садық маған жымия көз тастап. «Я, менің ұлым Садықжан», деді әкем. «Бізбен бірге отыра берсін», деді Садық жылы жүзбен ағайға тіл қатып.
бұл жігітті ортамыздан қуып жібергеніміз жараспас. Оның үстіне күні бойы қос қасымызда жүрмеді ме? Осылайша Садық мені ағамның қақпанынан қорғап қалды. Мен үйді енді жақсылап көре бастадым. Құлпырған жасау көз жауын алады. Еденге көлгөсір етіп кілем төселіпті. Кілем үстінде жалт-жұлт еткен шәй көрпелер жайылған. Жағалай жастық қойылыпты. Жарқырау шынаяқтар бар бір қанаттан орын алған екен. Киіз үйдің ортасында аспалы шам нұрын төгеді. Жап-жарық. Мен әр кілемнің нақысынан, әр заттың белгісінен, қайсысының қай үйден келгенін байқап отырмын. Намысқой ағайым бар ауылдың іліп аларын осында жинап әкеліп, үй ішін жайнатып тастаған екен. Мына жасау біздің үйді ең тұрмыстылар қатарына қосқан сияқты. Ауылдың ауызғалар бақуаттысы болып шыға келген түріміз бар. Қонақтар көсіліп жайғасып жатыр. Мақтаншақ ағайым өзінің бүгінгі тірлігіне мәз болып, әкем жақтан құптау белгісін көргісі келгендей жалтақтап қояды. Ол ауыл жігіттерінің бәрін кісі күтуге ұйымдастырған екен. Алдымен біреуі қонақтың қолдарына су құйды, екіншісі дастархан жайып жатыр, біреуі бауырсақ төксе, енді бірі торсықты әкелді, тағы бірі қымыз құйған кеселерді таратып тұр. Әр жігіт өз қызметін мүлтіксіз атқарып, болғандары аяғының ұшымен басып, үнсіз шығып жатыр. Қонақтар алдымен қымыз ішіп, сусындап алды. Қымыз үстінде бүгінгі май мерекесі жайлы, қызықты көкпар жайлы әңгіме шертісті. Садық Абланов өзінің ескертпелерін айта отырып, соңғы сөзін бас төреші Аққұлға берді. Аққұлдың төбесі көкке жеткендей маңғазданып алды. Аққұл қарттың алдында менің ағам сөзге ретсіз араласып, бір-екі ескертпесін айтып еді, әкем ала көзімен ата қарады. Мұны көрген ағайым сыртқа шыға жөнелді. Біраздан кейін ол қой жетектеп келіп, ақсақалдардың алдында бата сұрады. Аумен. Қаттар тіксіне қалып, большевик Садыққа қысыла көз тастады. Абыржып қалған сияқты, өйткені бұрын келген қонақтар батаны діни әдеп деп, ескінің қалдығы деп рұқсат етпейтін. Мұны естіген Садық мұртынан күліп алақанын жайды. Аға, сіздің жолыңыз үлкен ғой, қонақжай үйге қол жайып, жақсы тілегіңізді беріңіз, бәріміз де естейік, деді. Аққұл бір сәтке ойланып қалып еді, бірақ абыржымай алақанын жайды да әндете жөнелді. О, жаратқан ием, алдымнан атыңды атап жалбарынам. Бүгінгідей ашық күні жайнай берсін көгімде. Осы күннің астында гүлдей берсін елімде. Жүрсін лайым, әмсе бақыт қана серік боп, тұрсын ләйім, әмсе қуаныш көрік боп. Ұлы өмірдің өзіндей жайнай берсін жасымыз. Енді қайғы көрмесін ақ қыраулы басымыз. Жаңа Садық айтқандай, Садық қызарып кетті. Барлық халық тең болсын, бір-бірмен қуанышқан, дос туысқан ел болсын. Арандатқан адамды қаскүнемдер жойылсын. Мал басымыз мол болып, ел ырысқа тойынсын. Күніміз ұлысты болсын, жеріміз ырысты болсын. Өрісіміз малға бай дүбірлі болсын, келімдеріміз жанға бай үбірлі шүбірлі болсын. Ер жігіттің ту етер тұрағы болсын, қанат беріп түлетер арғымағы болсын. Аққұл ағам осылай ұзақ шұбыртып, батасының аяғын қалай аяқтарын білмей қысылыңқырап та қалды. Тап осы жерде жұрт ду күліп жіберді де, Аққұл келте қайырып, Құдай қабыл қылсын деп сақалын сипады. Қойды қайта алып кетті. Аққұлдың діни әдеттерді ұстамайтынын жұрттың бәрі де білетін. Сондықтан да оның батасы әдеттегіден тыс ерекше еді. Садық Аққұлды көтермелеп күлкісін тия алмай қоштау сөз айтты. Жақсы айттыңыз аға, ізгі тілектерін бәрін білдірдіңіз-ау. Халыққа коммунистердің тілейтіні де осындай жақсылық қой. Сіздің осындай ақынжанды адам екеніңізге сеніп едік аға, деп біреу қалжыңдап. Ақындықтың рухы етек астында емес, ер үстінде болады, деп Аққұл әлгі кісіге. Шамасы оның әйел жанды адам екенін білетін болса керек. Бәрі ду күлді. Әйтсе де біздің ахаң тек ақын жанды ғана емес, саясатшы да ғой, деді Садық. Сөйтті де сөз арасында біздің саясатымыздың өзі де халқымыздың қашаннан жинақтаған ізгі тілектері ғой. Туысқандық пен достық, бірін-бірін құрметтеуден артық не бар? Мәселен, орыс халқын алайықшы. Қарапайым шаруа таңның атысынан күннің батысына дейін егін даласында еңбек етеді. Немесе
Біздің өлкемізде өз қолымен темір жол салған жұмысшыны алайық. Олар да біз сияқты адамдар. Олар үшін ешкімде еңбек етпейді, өздерінің тамағын адал еңбегімен тауып жейді. Сөзің рас, Садықжан. Орыстар еңбекті сүйетін және еңбек ете білетін халық қой. Садықтың сөзін бөлмесеңдерші. Міне, сол орыс халқы тамаша ғой. Олар біздің ағамыз сияқты. Қазаққа қысым көрсеткендерге келсек, олар патша шонжарлары болатын. Енді жағдай мүлдем өзгеше. Сол орыс халқының өздері патшаны тағынан жұлып түсірді. Демек, Ленин турашыл қамқоржан екен ғой. Иә, деді Садық. Біздің Ленин нағыз қамқоршымыз. Не, сонда Ленин патшаның орнына отыра ма? Бұрын Николай еді, енді Ленин бола ма, деді әлде біреу істің мәніне шын түсінбей ақырып. Садық күлімсіреп отырып жауап берді. Біздің Ленин патша емес, көсем ғой. Ол жаны таза адамдардың ішіндегі ең ақылдысы. Енді мынаны айтшы, Садықжан. Сенің ізбасар ағаң ауылға келсе, Алла деген жоқ нәрсе, сендер қараңғы халықсыңдар деп тұқыртып бітеді ғой. Үйге түскенде мал сойып бата сұрасаң, қолын бірақ сілтеп, қайран қараңғылық-ай, апарыңдарды соя беріңдер қойларыңды дейді. Патшаны патша дейік, патша көп қой, тақты тақ дейік. Аллаға тіл тигізіп несі бар? Ұжданымызға тиіп несі бар? Салтымызды неге бұзады? Не деп тантып отырсың ей сен, ізбасар? Садықтың туған ағасы емес пе? Деп Аққұл әлгі адамды ақырып қалды. Садық жадырай күліп, оң қолын көтерді де, әлгі аузы батыр адамды Аққұлдың қаһарынан қорғағандай сөйледі. О не дегеніңіз, ақа? Әділ сөзді қақпайлағаныңыз қалай? Ленин дінге сенер ме екен, әлде жоқ па? Деді әлгі батыл кісі. Мен өзім Ленинді көргенім жоқ. Ал Ленинді менен жақсы білетіндер көсеміміз әділ де турашыл адам дейді. Дінді қайдам? Халыққа әбден сенетін кісі. Сондықтан да қалың ел соңынан ерді емес пе? Садық аздап езу тартты да сөзін жалғастырды. Ал өз ағам туралы не айтамын? Ол менен үлкен кісі. Алайда ізбасардың теріс мінезі сыналып, қызметінен босатылғанын да білесіздер ғой. Қолайсыз тыныштықты Аққұл бұзды. Жарайсың, азаматым. Әділдік азамат көркі дегендей, ашығын айттың ау, Садық. Халқымызға Ленин сенсе болғаны. Ең негізгісі осы ғой. Халқымызға Ленин сеніп еді, сол сенімін халқымызда ақтады, деді әлгі батыл кісі. Бұл әзілқой, қылжақбас, тілі өткір, көңілді тоқмырса деген қарт еді. Бозашкендердің тұрақты төрағасы, жиын тойдың сәнін кіргізіп отыратын жалғыз атты кедей болатын. Дұрыс айтасың, Тоқа. Біз енді өмірді қалай жақсартамыз, қалай тұрмысымызды түрлендіреміз, ол үшін не істеуіміз керек? Мен сіздермен осы жайлы ақылдасқалы келіп отырмын. Айта бер, Садық. Біз саған қандай ақылшы болар екенбіз? Өздеріңізден артық ақылшы жоқ. Біз бүгін сіздердің ақылдарыңызбен 1 майды жақсы өткіздік. Көкпарда тартпадық па? Тамаша бір мереке болды ғой, Садықжан, деді Аққұл оның сөзін бөліп. Енді жыл сайын өзге халықтар сияқты біз де 1 майды мейрамдайтын боламыз. Немене сен, Аққұл, жыл сайын май сыйлығын алып тұрмақсың ғой, деп қалжыңдайды Тоқмырза. Жоқ, мен сен сияқты сараң емеспін, деді Аққұл, Садық берген қызыл жалаушаны қойнынан алып. Мен бұл жалаушаны келесі май мерекесіне дейін сақтаймын. Сонда көзіме түскен жігітке тапсырамын. Соған дейін балаңа ат арқасын алдырмауды үйретесің. Ау, әңгіменің шырқын бұзбасаңдаршы. Садық бізбен кеңесемін демеді ме? Айтарын айтып болсын да, деп сөзге әкем араласты. Я, қадірлі ақсақалдар, мен сіздерден кеңес сұрамақпын. Сіздер өмір көрген, жақсы мен жаманды білетін тәжірибелі адамсыздар. Халыққа жаңа тұрмыстың жайын жақсырақ түсіндіруге көмектесеңіздер деп едім. Ал сенің лаумінер милиционерлерің аттарды неге босқа зорықтырып жүр деп бұрқ ете қалды Аққұл. Бас көзге қарамай жануарды қамшымен төпеп бітеді. Сенің атыңа милиционер мінді дегенше шаруасы бітті дей бер. Тепектетіп, шоқырлатып титығын шығарады. Қойшы осы Аққұл атың жайлы жауапты Садық әлдеқашан бермеді ме? Менің қай жерде қалай сөйлейтінімді үйретпе маған, момыш. Мен Садықтың орнында болсам, оларды әлдеқашан атып тастар едім. Жұрт күлкісін әрең басты. Садық Аққұлға жауап берді. Ақау, мен әрине милиционерді атпаймын.
Өйткені ол біздің қолғанатымыз. Олай етуге рұқсат жоқ. Алайда кейбір ат қадірін білмейтіндердің қызметтен босатуға тура келер. Иә, Садықжан, деп тебіреніп кетті Аққұл. Сөйтіп аттан түсіріп, жаяу салпақтатып қойшы бір. Солай етейін, аха, деп күлді Садық. Ахаң да, өзгелер де жақсы айтып, құнды пікірлер беріп отырсыздар. Біріншіден, бұдан былай май мерекесін тойлап тұрамыз. Екіншіден, кейбір лаумінер милиционерлер халыққа зәбір көрсетеді екен. Оларды ауыздықтау керек. Бүгін екі мәселені орынды шешуге жақсы кеңес бергендеріңіз үшін көп рахмет сіздерге, құрметті ақсақалдар. Айта бер, Садық, айта бер, деп түйіле сөйледі Аққұл. Жақсы сөзіңді бөліп жағаласқанымыз үшін біз сияқты кәрі мұжыңдарды кешіре көр. Енді тағы да ақылдасып алар екі мәселе бар еді, деді баяу үнмен Садық. Бұл мәселені сіздердің көмектеріңізсіз жалғыз шешуім қиынға соғып тұр. Айта бер, Садық. Менің жасым кіші, құрметті ақсақалдар. Мен сіздерге әке деп, ағада емеспін. Бар болғаным інілеріңізбін. Айтайын дегенім, орыс адамдармен ара қатынасымызды жақсартайық. Әлі күнге дейін біздің кейбір қызуқанды адамдарымыз ескі әдетпен орыстарды жек көреді. Базар болды дегенше төбелес болды дей беріңіз. Немене сонда, Садық? Енді жаңа заманда басыңды ие бер демексің бе? Арқамды қамшысына баяғыдай қайта тілдір дейтін шығарсың, деп ентіге сөйледі Аққұл. Жоқ, жарқыным, Ленин барлық адамдар тең дейді екен, ендеше орысыңның әкіреңдегендеріне қамшы түртіп қоймаймын. Менің сақалымды сыйлай алмағандарды мен де аямаспын. Оған ара тұрма, Садықжан. Сен де оңып тұрған жоқсың ау. Өзіңде қазақтың 40 әкіреңбайы сияқтысың ғой, дей беріп еді әкем. Сен, момыш, өз үйіңде ақылшы болмай-ақ қой. Әлде менің кеткенімді қалап отырсың ба? Деп дауыстап жіберді Аққұл. Аха, деді Садық жалбарынып. Егер мені сыйласаңыз отырыңыз. Келелі жайды сөз еткен екенбіз, ашуланбай, қызбаланбай әңгімелесейік де. Аққұл, кешіре көр, мен ретсіз сөз айтқан екем. Қой енді, Садықты тыңдайық, деді әкем. Солай жөніңе көш, деп торсылдады Аққұл. Әйтпесе бүйірден сүзбелеп біттің ғой. Біздер қарапайым орыс адамдарымен қатынасымызды қалайша бауырларша жақсарта аламыз. Тимофей Бадапянов сіздің досыңыз дейді ғой, аха, сол рас па? Тимошка ма? Ол әділ, жақсы адам. Ал керісінше оның туысы Жирен Иван жаман адам. Ал біз Кузьма Гончаровпен бірге жер жыртып, бірге шөп шабамыз, бір-бірімізді қонаққа шақырып тұрамыз, деп қалды әкем. Менің інім Гончаровтардың көп шаруаның мән-жайын үйренді. Жагор Егор маған қиын-қыстау кезеңде көмектесті, деді Тоқмырза. Ал менің Митреем Дмитрий үй салуға көмектесті. Садық күліп қойып осынау жылы сөздерді жымия тыңдап отыр. Тимошка, Кузьма, Жагор, Митрей тағы басқалар өздерінің айтқанындай жақсы адамдар екен. Ал Тимошканың туысы ғана жаман адам болып шықты ғой солардан, деп күлді Садық. Сөйтті де Аққұлға бұрылып сауал берді. Ал сонда орыстарда қанша жақсы адам бар екен, қаншауы жаман болғаны? Жақсыларының көп болғаны ғой. Иә, Жирен Иванды қойшы, деп бұрқ ете қалды Аққұл. Ал өзіміздің қазақтардың арасында сол Жирен Ивандай желіккендер қанша екенін білесіздер ме? Несін айтасың оның, деп сөзге араласты Тоқмырза. Бізде де есер соқтар жетеді ғой. Ақылға салып көріңіздерші, деді Садық. Толғанып кеңесіп, өздеріңіз ара қатынасты қалай жақсарту керек екенін айтыңыздаршы. Рас, анау айтқан шиеленіскен жағдай болмағанымен, кейбір адамдар келісті тірлігімізді бұзып жүр ғой. Сіздермен ақылдасайын деген тағы бір жай жер мәселесі еді. Бізде жер көп, бірақ соны пайдалануда береке жоқ. Ленин, кім жақсы пайдалана білсе, жер соныкі дейді. Ал бізше, біреудің жері шамадан тыс көп, енді біреуде түкте жоқ. Осы да әділдік пе? Міне, осы жайлы сіздерден салауатты ақыл күтемін, ақсақалдар. Ойланып, толғанып, кеңесіп, келісіп, 2-3 күннен соң қауым атынан жауабын берсеңіздер деймін. Сенің айтқаның жөн, Садықжан, сенікі жөн, деп өлесіп кетті жұрт. Ленин әділ бөлейік десе бөлу керек. Бізге біраз күн мұрсат бер. Кеңесейік те өз тоқтауымызды айтайық.
Бұдан кейін Садық өзінің түрмеде болғанын, Сібірде айдауда жүргенін, 1916 жылы Қазан көтерілісі жайлы байыппен айтып берді. Өзінің орыс жолдастары туралы жылы лебіз білдірді. Мен әкемнің тізесінде жантайып, демімді ішке тартып, үнсіз ұйып тыңдап отырмын. Алайда бала қиялым барлық жайды толық түсінбей, әңгіменің оқиғалы жағына ойса берді. Мен Садықты екінші рет 1924 жылы мектепте оқып жүргенде көрдім. Садықты үйіміздің қарсы алуы мен шығарып салу сәті әлі күнге дейін есімнен кетпейді. Бұл бір ең қызықты сәт еді. Осы кеште ағайым тамаша ұйымдастырушы атанып, содан бастап үй тірлігінің тауқыметі өз қолына көшіп еді. Жиналыстан кейінгі көкпар сияқты кеш бойы түнімен сол кездесуде 1 май құрметіне ән айтылып жүріп еді. Содан бастап бұл күн біздің ауылда дәстүрлі мерекеге айналған болатын.